үйленгеннен кейін көп жастар оған бармайды. Үйіне келіншегін әкеп қояды да өз далаға шығып кетеді, болды. Омен бірге отырып сөйлесуі, бірге отырып шай ішуі, арнайы мен келіншегіме уақыт берейші, мынау сонымен отыратын уақытым деп белгілемейді көп адам. Көп ерлер өзінің әйеліне, өзінің баласына уақыт бермейді. Білесіз ба? Қазіргі психологтарымыз айтады, мына заманның бұзылып баратқаны қайдан білесіз ба? Адамда мәміле кетіп баратыр дейді. Мынау сөйлеспейміз біз бір-бірімізбен. Көршімен сөйлеспейміз, досымызбен сөйлеспейміз, өзіңіздің күйеуіңізбен, немесе әйеліңізбен сөйлеспейсіз, балаңызбен сөйлеспейсіз. Кілең үйге келеді, ана сотка шұқиды, интернет шұқиды, телевизор көреді, сөйлесу жоқ, мәміле жоқ. Мәміле болмағасын, сөз болмағасын ара алшақтайды. Қазақ айтады, ай араласпасаң ағайын жат дейді. Ағайынның өзін айтып қойған, айдан аспа дейді.